жан бауырым қимасын, ақ сүтінен бір ананың нәр алған. Жүрсек дағы жырақтарда біз мейлі, жылдар өтсін көктемдер мен күз мейлі. Бауыр деген бауыр еткен жаралған, алаңдайды бірін бірі іздейді. Талай қырда асыр салдық ойнады, балалық шақ қызығына тоймады. Көрген төстей өткеніме уақыт, мұңға батам сол шақтарды ойға алып. Жүрсек дағы жырақтарда біз мейлі, жылдар өтсін көктемдер мен күз мейлі. Бауыр деген бауыр еттен жаралған, алаңдайды бірін бірі іздейді. Шақырғанда туған жердің қырлары, сен іздедім көңілімнің гүл бағы. Саған деген сағыныштың белгісі, шарықтаған әуенімнің ырғағы. Жүрсек дағы жырақтарда біз мейлі, жылдар өтсін көктемдер мен күз мейлі. Бауыр деген бауыр еттен жаралған, алаңдайды бірін бірі іздейді. Бауыр деген бауыр еттен жаралған, алаңдайды бірін бірі іздейді. Балдарымыз, бақытты келіндеріміз, төрт көзіміз түгел, тереземіз тең, керегеміз кең. Айтылар сөздің адал оға солай атылса, тағы да бір сөзді қайдалағым кеп тұр. Әке кетсе де әкенің көзін көрген кетпесін деп. Сіздер аман болыңыздар. Балабайдың әжесі ұлжан екен, жыр жамбылдың анасы жырдан екен. Үшеуінің әдемі ұйқастығы Кенекеңнің анасы да ұлдар екен. Құдай қаласа немереден шөбере, шөбереден шөпшек, немене танымас туажат көріңіздер. Әлі де көздеріңізде нұр бар екен. Бақытты берекелі баян болыңыздар. Мына менің балаларымның мамасының группаластары. Біздер енді бұл жағдайда осы 20 жылдық, 30 жылдық, 40 жылдық деген осы бірнеше жылдық кездесулерде болып жүрміз. Бірақ көбіне ол кездесулердің барлығы тек қана дастархан дайындауға, жаңағы дайын дастарханға тапсырыс беріледі. Содан күліп ойнап осындай кездесулер өтіп жатыр. Бүгінгі мына кездесу ерекше болып деп ойлаймыз. Себебі бұны ұйымдастырушылар мен жаңағы кітапты дайындау авторлардың ұжымына үлкен рахметімізді білдіреміз. Мына балаларымыздың, келініміздің сөзінен кейін енді мықты жақсылап сөйлейміз деп отырған жағдай бар. Бірақ жаңағы сөздерден кейін енді сондықтан жаңа ұйымдастырушылар мүшелер кітапты
дайындау авторларына үлкен рахмет айтамыз. Себебі кітап шығару дегенде оңай емес. Айналдырған осы 3 айдың ішінде осынша жұмыс жасап, осынша тірек жасап деген үлкен күшті уақытты қажет етеді. Соның бәрін отбасына арнамай, жұмысына арнамай, осы бұрынғы группаластарымның аман есен кездесуіне, жақсы өткізуіне деген жаңа сондай ықыласпен жасаған мына азаматтарға үлкен рахмет айтамыз. Орынбекті айтамыз да, мына бұдан бұрын осы дайындық жұмыстары жүріп жатқан кезде әрбір группаластарына мына суретімді былай қойдым, мынандай музыка қойдым деп жіберіп жатады да, сонда егер ол азаматтар музыкасы ұнамай жатса, телефонда Орынбек, мына музыка маған ұнамай жатыр, сурет қойғандардың бәрі жақсы, бірақ мына музыка ұнамайды десе, қандай музыка ұнайды, басқа музыка қойып беріп жатады ғой. Сондықтан дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға аман сау болыңыздар. Мархабат. Енді көке ақыры сөздің қорытындысын жасадыңыз ғой. Барлығы сіздердің жолдастарыңыз, барлығы алтын достарыңыз. Белейікші көке. Огонь! Ортада би көтерілген көңілдейді. Көке бастаймыз. Шық! Амандайға. Жер шықтан. Ой, сіздерді ғой. Кәр ортада би көтерілген көңілдейді. Ама, бәрекке.
мынау сырбаз деп жатыр, құлдық деп жатыр. Осыдан кейін сырбаз болады, содан кейін сорпа болады. Сорпадан кейін нарық болады, содан кейін шашлик болады. Асқазандарыңызды дайындай беріңіздер. Егер асқазандарыңыз ауыратын болса, постоянно дайын жүрген пакет деген асқазандарыңыз дайындап отырыңыз. Пакетті береміз. Келіңіздер, отырыңыздар, ағаларымыз шартына ұстағандар. Олай болса, енді астарыңыздан болсын, мынау бақтарыңыздан де, ауыздарыңыздан де болсын, сіздердің құрметтеріңізге Аян Сейітов ағамыздың орындауындағы Шымберген Сүлейменов деген жазушы ағамыздың сөзіне жазылған ауылым атты әнді орындап берейік. Шамалақтап шабық беріп отырыңыздар. Енді қазір әнші көп болғанмен шамшы жоқ. Шамшы ағамыздың есті және ескі әндерінен керемет популяр болсын.
рахмет екен, көп рахмет. Әні дегенше, міне дегенше ұзамай жаңалықтың жаршысы ретінде мүмкін папамыз бен мамамыз ішінде бар шығар, бірақ сразу мен айта салайын. Құдай қаласа Жақсыбай құрдастарымыздың әні міне дегенше осы бір-екі айда ма көреміз. Келін түсіп жатыр, бір шақалақ ұрып қойыңыздар, Құдай қаласа. Тойға, Құдай қаласа шақырады, келін той болады, Құдай қаласа жақсылықтың жаршысы болайын. Енді мен кезекті ойбай. Өркен балам айтып қойды ғой, енді мен нақтысын айтайын. 16-шы күні ұзату, 17-ші күні біздің үйде той. Тойға келіңіздер. 17 август, 17 тамыз, тойға келіңіздер. Қай ресторан? Тұмар ресторанында, қай Ташкентский ма? Тұмар. Жаңадан Акиева, Ташкентский, Тұмар жаңадан ашылған ресторан. Сол жерге күтеміз сіздерді. Ал, құтты болсын. Енді той үстіне той жалғаса берсін, оны да жауап берейік, Алла қаласа, жақсылық болсын. Енді мен бір жақсы ән айтқым келіп тұр. Әннің аты жүзі нұрлы адамдарға құштар. Астарыңызда болсын, қабылыңызда. Күлімдесең көкжиектен шыққан күн, қабағымды жадыратар қысқамын. Піспегіне қарай бергім келеді, жылы жақтан келе жатқан құстарды. Шағаладай шаттық жырын сыйлаған, бірін-бірін мұңайтуға қимаған. Достарымды айырғым келеді, жаным күннен тек жақсылық жинаған. Әліне әуен қосып құстардың, қанат байлап мен де биік ұшқанмын. Жанарынан жан сәулесі төгілген, жүзі нұрлы адамдарға құштармын, жүзі нұрлы адамдарға құштармын. Талаптан үміттеніп бақ қудым, қайырласын айта бер дәт қудым. Жер бетіне махаббатын тілеймін, адалдықтан айнымайтын ақылдан. Әуеніне әуен болсын құстардың, қанат байлап мен де биік ұшқанмын. Жанарынан жан сәулесі төгілген, жүзі нұрлы адамдарға құштармын, жүзі нұрлы адамдарға құштармын. Әуеніне әуен болсын құстардың, қанат байлап мен де биік ұшқанмын. Жанарынан жан сәулесі төгілген, жүзі нұрлы адамдар, жүзі нұрлы адамдарға құштармын. Мен Жақсыгүл қыздарымыздың тағы да үлкен жүрегін ортаға шақырғым келіп отыр. Асеке, сіздің құрметтеріңіздің атынан, арнайы Түркістан облысының атынан, Жамбыл облысының тамаша әншісі қыздарыңыз, Жақсыгүл қыздарымыздың жақсы тамаша әні сіздерге тартып болсын. Олай. Жігіт.
Ya, qancha keldi? Bo'ladi. Qaysi elingni? Bo'ladi. Birga aytaylik. Bo'lsa, bo'lsa. Ömürde her şeyden Özün men arısın, boyunda tanısın. Şaynagan göldi kolum sen, şağada
Рахмет сізге. Ал, папа деймін. Жақсылай папа деп айтады. Папаларым көп мен. Бегі әйелі берген жоқ қой, тоймастан көріпсіздер. Ал енді жаңағы келесі сөздің өзімізіне келесі бір жақсы бізге тілекке кезек берейік. Папа, микрофон сөз. Нұрбая Мәдинаны. Тосқа. Баймұрынова Лейла. Тосқа. Атсаметова Абдуллаева Әуес. Жылсыбаева Құндыз. Тамара Жақпаева. Тосқа келіңдер. F11. F11. Карге. F11. Kan muzga meni jiktir. Tamam Kan kelingizlar. Qanday keremет siffatli qizlar. Қазақтың асыл аяулы аналары. Жүрегі толы бақытқа, өмірі толы шаттыққа, сезімі толы махаббат өмірлі болсын шаттыққа. Амансыздар, қош келдік, мереке құтты болсын. Дәрібаевтың ансамблінің басы бозып кетіпті лайым. Молодец, Шымкент жақтарымызды айтып тастасам бекен, Ал енді құрдастар, достар, менің қиясындарым, алтындарым, осы күнге жеткізген Аллаға мың мәрте шүкір. Жаңа хабар естігеннен шаға ұйықтап қалай, ой, бұна қандай болар екен, қайтып қана кездесеміз екен. Мәдина қандай болды екен деп жүргенде сол күнге жеттік, Аллаға мың мәрте шүкір. Не дейміз сендерге? Мынау ерінбей еңбек еттіңдер, ұстаздық жол деген оңай емес. Дегенмен өзіміздің өмірден таңдап алғанымыз, қалап алғанымыз, сондықтан біздерге балалармен жұмыс істеу соншалық оңай болды. Мына бір-бірімізден естіп жатырмыз. Ең соңғы жаңағыдай оқу ағартудың үздігі болып аяқтадық қой, пенсияға соған шықтық. Енді ардагер ұстаз болып, шіреніп бір коллективтің бір мүшесі болып отырмыз. Оған да мың шүкір. Барлықтарына тек қана жақсылық тілеймін. Еңбектеріңіз енетін көріңдер, шаршамаңдар, қартаймаңдар, аман есен осындай ләж болса, жылда бір кездесу бола берсін. Құрметті бүгін мына тойға жиналған құрдастар, жетпіске келген қыздар менен жігіттер, мына тойыңыз құтты болсын. Осы кездесуді ұйымдастырған Жақсыбай, Қатшагүл, соларға алдымен рахмет айтқым келеді. Осы естігеннен сағынып күтіп жүріп әйтеуір бүгін жеттік қой. Барлықтарыңызды көріп, сен кімсің деп танысып амандасып жатырмыз. Оған мың шүкір. Мына осы күнге жетпей кеткен достарымыз иманды болсын, артындағы ұрпақтары өсе берсін, өне берсін, көбейе берсін. Ал біз де жеттік, Құдайға шүкір. Енді балаларымыздың, немере шөберелеріміздің қызығын көріп, жақсы ата әже болып, әдемі қартайуға жазсын бәрімізге. Енді 60-жылдықтар, 70-жылдықтар Алла қаласа кездесе дейік. Еліміз адам жұртымыз тыныш болды, тек қана осындай қуанышты, жақсы күндерге бас қосуға жазсын.
бәріңізге аман болыңыздар, бақытты, дәулетті болыңыздар. Құрметті группаластар, мінекей біз көптен күткен, қашан болар екен деп жүрген уақыт та тез өтті. Міне ол да келіп жетті. Бүгін сонымен мәресі жетіп, нүкте қоятын кезі тақалып қалды. Осы әрине, осы кешті біріншіден мен ұйымдастырып, осыған ұйытқы болған, осындай бастаманы көтерген группаластардың ішіндегі мына жігіттерге мен мында бір алғыс айтқым келеді. Мәйкен, саған мінекей, Орынбек, Жақсыбай, міне сіздерге енді көп рахмет. Мен біліп отырмын, сездім, қаншама қиыншылықпен келді бұл осы менің өзі. Мына кітап шығарған, кітаптарымызға мында бір рахмет. Ол өмір бойы адам жүрегінде қалатын естелік, ол ұрпақтан ұрпаққа қалады. Оны кейінгі сіздердің немерелеріңіз, шөберелеріңіз одан арды оқиды. Сондықтан енді көп рахмет. Талай қиыншылықтар болды. Әркімнің көңілін табу, әркімнің жаңағы көзқарасына қарап, сіздер көп жағдай жасап, сөйтіп барып осы еңбекті шығардыңыздар. Мында бір рахмет осы кісілерге, мына жігіттердің қауымына, екі группаның. Енді бүгінгі осындай әдемі кешке қатыса алмаған біздің группалас достарымыз басынан бері айтылып жатыр. Алтын әріппен аттары жазылып жатыр. Мына кітапқа да, осы инструментіне де. Енді ол кісілердің жатқан жері жайлы болсын. Артында бар олар деп, біз ол кісілердің қандай адам екендігін одан кейін ұрпақтарына қарап біліп жатырмыз. Мінекей адам мың жасамайды, ұрпағымен мың жасайды дейді. Міне сіздер енді мың жасаңыздар, ұрпақтары бар бәрінің. Мінекей жақсы өнерлерін көріп жатырмыз. Сіздерге де мында бір рахмет. Алла сіздерге үлкен рахмын түсірсін. Сол балалардың мінекей қызығын көріп, жолдастарының сүрмеген өмірін өздеріңіз біліңіздер. Олар сүрмеген қызықты сіздер көре беріңіздер. Ал енді жалпы группаластар, мінекей өте жақсы өтіп жатыр. Өте көңілді деңгейде, біз ойлаған деңгейден де жоғары болып жатыр. Бәрі жақсы. Біріншіден кең дастархан, жылы лебіздерің, жылы құшақтарың бүгін адамды бір марқайып тастады. Көптеген қаншама сөздер естіп жатырмыз жақсы. Бір-бірімізді көріп, сағынысып жатырмыз. Енді оның бәрі бір ғажап қой енді. Енді міне бүгінгі өшетіп отырған группалас қыздар, жігіттер деп айтайын, 22 жылға. Біздер бақытты екенбіз, осыны көріп отырмыз. Елу бір жылдық дегенді көріп отырмыз, қатысып отырмыз. Ал қатыспай кеткен адам қанша? Сондықтан Алланың бәрімізге нұр жаусын, Алла ұзақ өмір әлі бере берсін. Қартаймаңыздар, ешкім қартаймаған, бәріміз өз қалыптарымыздан сәлем өткіргіздер. Бәрімізді бірден танып жатырмыз. Сондықтан осылай жасалып жүре беріңіздер. Бақытты болыңыздар. Мұндай әдемі сәтті күндеріңіз таусылмасын. Әркімнің бүгінгі отырған орны жоғалмасын. Әр уақытта қайсының жылдар болса да, қандай кезде болса да, осындай өздеріңіздің орындарыңызда көретін болайық. Сондықтан не деймін енді? Рахмет тағы да. Мына осы бүгін кештің иелеріне, ұйымдастырушыларға, сол алыс жерден келген группаластар, бәрі түгел келгеніне мыңда бір рахмет. Сіздерге әр уақытта Алланың нұры жаусын, әр уақытта осылып әдемі қалыптарыңызда ұзақ жасап жүре беріңіздер. Бүгін мына 51 жылға жиналған кісілер, біз 72 жыл бітіріп жатқанда туылған бала, ел ағасы болды. Сондай уақытта біздің заманымызға қарай мынау хабарласу жағдайы өте жақсы болып, бәріміз жиналып келе алдық. Деніміз сау осы отырысқа келгенімізге мың шүкір. Келе алмай қалғандардың Алла алдынан жарылқасын. Мұнда келген кісілердің барлығына айтатыным, бақыттысыңдар. Себебі біз Совет үкіметінде оқыдық, Орынбек қайта айтатын Совет үкіметінде. Себелиямызды алып, автобустарымыз жүріп тұрды, солай етіп өткіздік. Енді мұнда тұрған жандардың баласын туралы айтқым келіп тұр. Жандардың балалары біздің ауданда, Қаратау қаласында, Бейнекүлде, осы қалада мен әрбір туған туысқандарымды тағы да ол жүргендерін көріп, мен сендердің әкелеріңмен бірге оқыған,
bölek atıp koyar. Oğan şükür. Endi buna Erbulan'ın balasına da köp rahmet. Bugün ana bulay deydi oy. Akem közü görgen ölmesin. Akemnin kurdaslarını, akemnin silagan adamını siladı imanlıkta. Sol akesi Tuzkanda buna arasından adamların silahına kelgende mınga bir rahmet. Arkaray ölüp öse bir. Buna kelip oturgan bakıtlarına da aytarım. Bärimiz bir ağıldı iyi gerdi, bir ağıldı ustap durdu. Kudayga şükür kayjenge barsakka. Oyunu akbiy dep bizge jol berip, akbiy dep bizdi silap turat, agay dep sizleri silap turat. Al ortamızda gılım joluna ketken Jaksybaydın argarayga örgün tutagı da gılım jolun kuva bersin dep ogandap dileymin. Sosun ostan keyin biz to'xtatganday kesesip turish uchun Jaksybaydın balası dayındalып, toyga chaqirib tur eken. Toyda qanday bärimizde keldingizler. Dediniz sağ olsun. Жақсы қартайып, балаларымыздың қызығына тойып, балаларымыздың рахатын көріп, денін сау болып өмір сүре берейік деп тілеймін. Тойға келген тойшы қауым, сіздерге рахмет, бәріңізге. Mına kendimiz uyanıp bir bärimizden. Ademler senin jasayın deyip bärini. Söylüyorum hep uyanıp durun. Aydan mısın son aytmalar mısın? Uyanıp durun. Gel bakayım. Şakalarına bakılsın, köyden kurbalar versin, yenleriniz sağ olsun, bakışlı olsun, bala şakalarınızla, yüzünde tuşluk olsun. Çok söyleyemem, bir de sefiyle Bir tarqatayın. Orada üylenedi Tamar'a. Oydu Moskvada Petrov'un gezdim. Toyga çağırdı Moskvaga. Osday günü, osday kezdedik. Sonra Moskvadan Bayşemiz ekemiz Şibet облысы ферма номер 5 деп жазылған Жетісай районы деп. Шымкент Шымкенттен Жетісайға дейін 6 сағат жүрдік. Кеше ақыр жеттік Жетісайға ешік арбаға мініп ферма номер 5-ге жеттік. Содан барып бірге баштап есігін газель. Бірге зиыр тұр. Соған мініп ауыртсады Орбек үйіне. Жетек той ішінде жоқ, тып-тыныш. Байшеміз кірді, жандар жүрісінде, әлжен жүрісінде. Есіне башлады. Жетек Тамарамыз обидсіз болып байшеміз бақты. Тойды кестірген, Москвадан мен кетіп ойламаған. Сонымен бір күн болды есіне қайттым. Соны Орбек адамына той Москвадан келіп, тойға қатысам деп қасыма кеткен. Армада кеткен кезім. Екі ұл өсіріп жатыр, адайлар. Сонда енді осылар бәріне өмір тілеймін айналайын. Дос болып кеттік, араласып кеттік. Сонда енді кітаптың авторы, Малыбайға кітаптың авторы Орынбекке көп рахмет айтамын. Тамарға көп рахмет. Қалмайды шеңгеден. Өрнекті жылына келді, оған бардық. Асанға бардық. Содан қанша дегенмен достық, көңіл, достық ұтылмайды. Содан өмір тілеймін бәріне. Рахмет. Келгендеріңе Жетісайдан келіп, кешаны келіп түсіріп келіп отырсыңдар. Содан рахмет бәріне. Епілерден әуесі саған рахмет. Құндыз саған рахмет. Мадина қашырылы жетірік болды, жетір болды. Ләлі мені келді Жақыбек осы некесін тиіп, ауылдың әкім болған кезде айтқан. Ләлінің некесін өзім үйдім. Сол бақытты байылды болсын айналайын. Өртілейін бәріңе. Мен Қаратаудан Жуалыға Күреңбел ауылына келіп болып түскенде бір 5-6 күннен кейін бір қайынмен бірге бір кісі келді. Мен оның бетіне қараған жоқпын, шай қояйын деп ұмтылып жатсам, не болды сәлемдеспейсің дейді, сөйтсем Жақынбек келіп тұр ғой. Оған бір әпкесін мен шапалақтай отырдым. Сондай жағдай болды. Одан кейін біздің мамандығымыз дәрігер адамның ауруын жазады.
Сол үйде қалады. Ал біз балаларымызды тәрбиелейміз, ұшырып жібереміз. Оның біреулерін ұнаймыз, біреулерін ұнамаймыз, бірақ барлығы 10 жыл, 20 жыл, 15 жыл, 30 жыл, 40 жыл, мен 50 жылдыққа да барып бітірген жылы 10 класс ұстаған едім. Мамандығымыз өте қызық, өте тамаша. Туған өтіңдер деп айтпады. Рахмет. Рұқсат болса қайтайық деді. Келгендеріңіз қазір ме? Жоқ, суретке ондай. Сондай бір апа. Мына әдемі естелікке бір суретке түсіп. Папа келсеңізші. Естелікке анау. Иісі жұпар қалампыр шашылмайды. Иісі жұпар қалампыр шашылғанмен күн досындай басымыз қосылмайды дейді. Міне бүгінгі үлкен қуаныштан тамаша естелік болсын. Енді сіздер тілектен кейін жай ғана отырғандарыңыз жайсыз болады. Ендеше билей көңілді ортаға көтереміз. Келіңіздер, суретке бір жақсы естелікке түсейік. Жігіттер, бір жақсы осы кісілердің тамаша тілегінен би алаңынан табуларыңызды сұраймыз. Қош келдік. You're
Енді менің ойымша сол комиссияны біз тұрақты құрып қойсақ, төрағасын Жақсыбайды сайлап қоямыз. Егер комиссияның іштен өзгертетін болса өзгертіп жатар, бірақ комиссия жұмыс істеп тұрса, ондағы мақсат әйтеуір кімнің жағдайы бар, кімге баруға болады, кімде той. Егер мүмкіндіктеріміз болса, соған барып қатысып, қол үзбесек бірімізден біріміз. Телефон бәрі бар ғой деген ой бар. Жақа сен қарсы емессіз ба? Сені біз төраға алып қоямыз. Баяғыда өрнек барып қайтып еді, Жақсыбайды алып шықты деп алып. Сен бәрі уақытсыздарсыз деп. Мен өкілетіп бітті ғой десем, жоқ деп. Сонда осыны ойлаған екен ғой. Артымызды қарамайды бұлай ұйымдастырып жүресің деп. Енді менің өзім мына достарыма есіне қалсын деп, Әдел Жақановтың ден ойладым деген өлеңін Аманжол Шайықовтың сөзі болған. Сол айтып берсем деп отырмын. Өйткені есте қалды ғой бұның өзі. Соны айтып қой, деп жүресің ғой кейін артын деген сияқты. Қарсы болсаң қар. Мен ойладым қазажан, мен ойладым атқан жүзіге қарайладым. Алыс арманым өттім сәулесіндей, абайладым көзіңе арайларым. Алыс арманым өттім сәулесіндей, абайладым көзіңе арайларым. Соңғы еттің құпия сардаратып, келе жатты көзімнен бір танатып. Күні болмай ылайым сағыныштым, өзгелерді қойдым ғой маңдаратып. Күні болмай ылайым сағыныштым, өзгелерді қойдым ғой маңдаратып. Алдың артына әйтсе де абайдан, әлгерегі үгіліп қарайладым. Білгім келіп барады-ау, білгім келіп. Мен ойладым қалқажан, мен ойладым. Білгім келіп барады-ау, білгім келіп. Мен ойладым қорып ола, мен ойладым. Осыны не деген талант, не деген талант. Рахмет сіздерге. Енді біз сіздер тағы да көп шаршата бермейік. Папа, қазір біз енді мынау енді табиғат аясына келіп отырсыздар. Бұл қаланың орталығы емес, центр емес, көшенің арғы бетінде шығуға қорқатын, светофор бар ма деп ойланатын. Бұл кәдімгі үлкен дала. Қандай керемет демалыс аралайсыздар қазір асықпай. Сондықтан алыстан келген қонақтарымызға дәл осы жерде тағы да үлкен үй дайындалған, ол үйге де бар құтты болсын айтып беріп берсек болады. Иә, оған дейін қуаныш бөлек. Аға, папа, бір ауыз тек. Бәріміз сөйлеуіміз керек. 212 группасы. Енді сөйлемегендер. Мұрынбаева Көскөл, Сенаға. Құрымбаева Айбаршын, Метқолова Жібек, Каримбекова Гүлшайым, Отыралиева Ақжарқын,
Жалишева Баян F12 сөйлеуің керек достарге. Ал келіңіздер. Қазір жігіттер музыканың үндеріне. Қазір билеп берейікші, билеп. Қошемет қайда? Рахмет. Ал, соңынан бастайық. Не бәрі кетіп қалың ба, не болған? Ал не дейміз айналайын деп ал соңын қарап сөйлейміз. Мейлі мына той енді бәрімізге қуаныш әкеп жатыр ғой. Барлық жақсылықта бәріміз тілегімізді айтып жатырмыз. Бір-бірімізді көріп, танымай бір-бірімізді кім мынау кім еді деп сұрап жатқан кездеріміз бар. Бәріміз жастық шағымызды 4 жыл бірге өткіздік, жаман өткізген жоқпыз. Ойнап күліп аршитада тұрдық біразымыз. Қандай жақсы кездер еді, тез-ақ өтіп кетті бәрі. Бір баста міне мұндай жасқа да кеп қалдық. Құдайға тауба енді. Енді өмірден өткендерге балаларына қалған ұясына енді қуаныш тілейміз. Табиғаттың заңы ғой о да, біреу келеді, біреу кетеді. Енді біз қуаныштымыз мынандай 51 жылдыққа келіп, бәріміз басымыз қосып, ойнап күліп жатқанымызға. Енді бәрін қайталап айтып жатсыздар ғой. Дауына денсаулық болсын, аман есен болайық, бала шағамыз аман болсын. Шөбере көрейік, менің шөберем бар екен. Сіздер де шөбере көріп, аман есен болып ойнап үстіп кездесе берейік. Енді 5 жылда кездесек те жақсы. 5 жылда кездесек, онда да осы қалыптарда ешкім өзгермеген, бәрі жақсы, балалы шағалы. Өте ризамыз сіздерді көргендерімізге. Қуаныш болсын, той болсын, кездесіп тұрайық, аман есен болайық. Құрметті группаластар, мына бүгін көптен күткен сондай бір жақсы күн болып жатыр. Барлығымыз бір-бірімізді көріп, қуанышымызды айтып жеткізе алмаймыз. Енді біріншіден мен осы бүгінгі күнге жеткізген Алла Тағалаға рахмет айтамын. Екіншіден осы бүгінгі біздің кездесуімізді ұйымдастырып жүрген жігіттер мен қыздарға, жаңағы Майкен, Жақсыбай, Орынбек, Тәжібай, Қатшагүл, Айбаршын, осылардың барлығына мың рахмет. Бұны ұйымдастыру оңай емес, чаттан барлығын естіп жатырмыз ғой енді. Сол сендердің жаңағы терпенияларыңа, барлығына біз бас иеміз. Ал енді бүгін біліп жатырмыз, көпшілігі кетіп қалды құрдастарымыздың. Олардың енді жатқан жері жайлы болсын, қалған ұрпақтары өсіп, аман есен болсын. Тағы не айтамыз енді? Мына құрдастарымыздың балалары келіп отыр екен. Бұларға да өте үлкен рахмет. Мына бүгін үлкен сыйлап келгендеріне Алла Тағаланың нұры жаусын бұларға. Алла сендерді сыйласын айналайындар, өсіп өніңдер. Тек қана жақсылық болсын. Барлықтарыңызға енді айтарым, денсаулықта болыңыздар. Алла бәріңізге күш қуат берсін. Ауырмаңыздар. Алланың берген жасын жасап, шөбере, шөпшек сүйіп, аман есен болып жүре берейік. Бұл құс қанатына сенеді. Адамзат өзінің ұрпағына сенеді. Ұрпақтарымыз аман болсын. Солар бізді қуантарымыз. Бізді арқамыздан қағып, қолымызды жылы суға салып қуантарымыз. Біздің келешектерімізге, біздің өміріміздің жалғасы да сол ұрпақтарымыз ғой. Сол ұрпақтарымыздың тек қана жақсылығын көрейік.
Аллам соларға бізге деген сыйластығын, бізге деген сондай еңбегін сыйласын. Әр уақытта тек қана анам деп, әкем деп, бауырым деп, жаңағы сіңілім деп, солай ғана ауаны жұтсын, тамақ ішсе, өзі сұраныс жасасын Алламнан. Сондай осы дәрежемізде Алла Тағала жақсылық қоса берсін да әлі. Біз әлі қанағаттанбаймыз. Әлі біз олардан көргіміз келеді. Сондықтан соны Аллам қабыл алсын. Әжелеріміз. Біз енді әже болып жатқандар бар ғой. Мен енді айтып, апамын ғой. Апа да жүр. Сол ұрпақтарымыздың барлық қызығын көре берейік. Осы мынау 10 саусақ, 20 саусағымыз бар ғой. Ол да аз бізге. Одан да саны көп сондай. Тоймайықшы қызығына. Ал енді телефон соққанда осы бір жақсы жарқылдап тұрған даусымыз үнемі қуат береміз. Қалай? Ал қымбатты курстастар, құрдастар, ер азаматтар, мынау бас қосып отырған сіздердің ақаларыңыз, мына ер азаматтарымыз аман болсын, осыны ұйымдастырған. Басымыз тек қана жақсылыққа қосылса, өсіріп отырған бала-шағамызға өртер. Осындай күлкіге, ойындама жаратпасын, бір-біріміздің қуанышымызға, немізіне араласып тұрайық, айналайын келдер, сөйлергенler рахмет. Кеткен құрдастарымыздың артынан жаратпасын, артындағы ұрпақтары аман болсын, соның қызығын көріп, аман есен жібереріңіздер. Рахмет, ер азаматтар. Жақсы бай бастаған түрлі табылды. Тәжірибе, Өрекел, рахмет сіздердің оларыңыз. Катя, тек қана басымыз жақсылыққа қосылып, әдемі қартайып, немере шөберені көре берейік. Құрметті достар, құрметті 4 жылды бірге оқып, бітіріп жан-жаққа кеткенімізге міне 51 жыл болып, бәріміз ойламаған жерден бас қосып отырмыз. Расында да ойладыңыздар ма? Өзімізді көреміз, осылай 70-тен асқан шағымызда деген жағдай болған жоқ шығар деп ойлаймын. Аллаға шүкір. Қазақстанның әр түкпірінен келіп отырсыздар. Рахмет. Бір-бірімізді көргеніміздің өзі қуаныш. Басқасындай ойландар. Ал енді жаңа жігіттер, қыздар кеткен енді оның не сөйлесін деймін. Ол кісілер біздің жүрегімізде. Өйткені біз бірге жүрдік, бірге тұрдық. Қазір баласы, жаңағы жолдастарымен бірге отырмыз. Осының өзі де өте бір жақсы жағдай кездесіп отырғанымыз. Енді не айтамын? Анау тойдың болғаннан болады сызып дейді ғой. Осы жағдайды кездесу оңай болған жоқ. О бастан айтып жатыр. Бізге тіпті сөзде қалған жоқ. Сонда да болса мен айтып өтейін. Сәл тыңдаңыздар. Мына Жақсыбай басқарды рас. Жақсыбай қазір шығып кетті ме? Жақсыбай отыр ма? Жақсыбай әрқайсысына көңіл бөліп, әрқайсысына осы жағдайды түсіндіріп, осы бас қосуды бірінші бастап отырған Жақсыбай ғой енді. Соның нәтижесі мынау, шынын айтқанда. Қарап болсақ 100% кетіп қой, дұрыс па? 100%. Ал енді ол бір төбе. Одан кейінгі жұмыс Орынбектің дауыс шыққан кезде бәріміз қалып кетеміз ғой, рас па? Тамаша, бір емес 4 фотошоу жасады менің көзіме. Мың алғыс, Орынбек,
еңбек қойының бәрі. Иә, жақсы. Ана кім? Мен қайда? Мынау кітап жазу, кітап шығару. Бұл енді керемет жұмыс. 2001 қолына келе бермейді. Біз бақыттымыз шынында да. Кітаптар шықты, бәрі өзімізден шықты. Жұмыс жасаватқан өзіміздің жігіттеріміз. Сондықтан айтайын дегенім, рахмет сіздерге, мың алғыс. Осы көп бітіріп жатырсыздар. Осындай кездесу бола берсін. Біз енді 51 жыл кездеспеген екенбіз. Енді былай қарай, жиі кездесейік. Аман болайық, аман болыңыздар. Бірінші аман болса, денсау болса, ары қарай бәріміз болатын шығар. Сондықтан барлықтарыңызға рахмет, келген қонақтарыңызға нұр білсін. Аман есен ауылдарыңызға жетіңіздер. Ұзақ жолдан келіп отырған достарға. Аман болайық. Бір сөзді тастап кетіппін. Тектіктің бір жағында мәселе. Мына біздің жігіттер бар ма, байқайсыздар ма? Онымен қыздарға жан деген сөз осы. Есіңізді берші, мысалы, ағаштар жан деп қалай жүрмейсіңге? Қараша ғой мысалы. Қаяқ тұрсыңдар өзі? Орбек. Жоқ, Орбек де ана несі көп. Бұлар бәрі. Мысалы, мен ақпаршы, мен әкімбай қадымыз ақшатын жатыр. Ал ақшатын жатыр. Еріп кетесің. Еріп кетесің. Сол атмосферасы жалғыз емес. Бәрімізға сөйтіп бауыр айтқызға сөздерімен. Кездесіп, жақсы бәріміз жасап қаламыз. Осы күнде біраз күнге дейін уақытты ұмытпаймыз. Біраз күнге бізге асық болады. Бұға дейін қашан болады деп сөйтіп жүрдік енді. Мінекей болған үйімізді ұмытпаймыз. Енді бір-біріміз ұмытпай кездесіп тұрайық. Жақсыбай тойға шақырысты, Жақсыбайдың тойына бәрі осы келгенде 100% келейік енді. Ал енді мына бүгінгі тамаша, бүгінгі біздің кездесу бұл ерекше. Басқа тойлар бар ғой, болып жатыр, неғып жатыр. Бірақ 50 жылдық кездесу ерекше болды бізге. Сондықтан да біз жігіттерімізге рахмет айналайын. Сендердің арқаларында біз осындай дәрежеге жетіп, бір-бірімізді көріп, бір-бірімізбен қауышып, қуанып отырмыз. Қуанышымыз ұзаққа созылсын, аман есен болайық бәріміз. Жәндікті қаяқта болса да бақытты болайық, аман есен тек жақсы сөздеріңді жақсылықтарың келсін. Туысқандар, жаңа болған 11-ші күнбесін сүйінікке түсті. 12 түспей қалды, келіңдер давай. Енді құрметті аяулы алтындар, асланлар, мағларымыз, көкелеріміз. Мынау Фатима мама сізді бір ауыз ортаға шақырғым келіп отыр. Мария әпке. Шандос. Мынау бүгін сіздерге үлкен қызмет жасаған. Таңның атқанынан күннің батқанына дейін Тәңірімнен жақсылық сұрап, осы жолдастардың үлкен кездесуін тамаша өткерсек, ыстық ниет білдірсек деп, осы Жақсыбай ағам бар, мамам бар, мына Мария анамыз бар. Осы сіздердің еңбегі үлкен көп. Сондықтан да анау келгенше қонақ үй алады, келгеннен соң үйге сүйе алады дейді. Әрине ас иесімен тәтті. Бүгінгі кештің егелері ол сіздер, ал ұйымдастырушылары бөлек болады. Оған да үлкен еңбек керек. Сіздерге көп рахмет. Сондықтан сіздер бірінші жақсы тілеймін. Амантайдың келіншегі Мария математиканы бітірген, бірінші той осыда болған, бірінші төбелес осыда болған. 5 ұл қыздары бар,
алтау ұлдары өнесі батыр айналайды. Тәугеме күйеу балам, Жандос тұршы орнынан. Бірінші қызымның күйеу балам мен. Етті неғын осы жігіт айналайды. Рахмет. Ал құрметті мынау менің күйеуімнің курстастары ғой енді. Қалай аман есен келдіңіздер мынау шақыртуға. Жан-жақтан барлықтарыңыз. Дендеріңіз сау болсын, аман есен болыңыздар. Енді өзіміз өмірге келіп балалы болғаннан кейін баласын өмір сүреміз ғой. Сол алдарыңыздағы бала шағалардың қызықтарын көріңіздер енді. Зейнетке шығып енді соның бейнетін көріңіздер енді зейнетін көріңіздер. Балаларыңыздың алдында сол немерелеріңізді бағып соны бағып сүйсе ғой енді бәріміздің де. Немере бағу, ода шөбере бағу, солардың тойларын өткізу. Сондай жақсылықтарға бәріміз жете берейік. Сол үшін денсаулығымыз мықты болсын, бәріміз аман есен болайық. Неден басқа енді? Әр уақытта енді бір-біріміздің қуаныштымызды бөлісіп, мінекей жақсылай бастайын деп жатыр ғой, Құдай қаласа енді. Бір айдан кейін тойы. Сол тойда басқашайық бәріміз. Ары қарай сол той жалғаса берсін. Тағы да қайсыларымызда той болса өстіп бір-бірімізбен осы неғылып араласып. Осылай бір-бірімізбен бас қосып тұрайық. Сол денсаулық табылсын ғой, сол енді. Бар жақсылық болсын әр семьямызда. Ал құрметті 51 жылдыққа жиналған курстастар кездесуі менің ойымша өте тамаша өтіп жатыр. Осында жиналған қыз-жігіттер барлықтарын өткен өмірді еске түсіріп, бір ғанибет болды деп ойлаймын, сіздерге бір жасап қалдыңыздар. Енді осы біздер ұрпағымызбен мақтанамыз, ұрпағыммен өзімізді қуанышты сеземіз. Сондықтан да мынау бүгін қуанышты күннің үстіне қуаныш болып отыр. Жаңа өздеріңіз көріп отырсыздар, Алматыдан әкесінің орнына Ерсінжан баласы келді, Еркебұланның. Қандай тамаша. Одан кейін міне Сарыағаштан Асхат пен Эльвира папасы мен мамасын осында папа мен мамам бір жасасын, курстастарымен кездессін. Тағы да бір жаңағы жастық шақтарын еске түсірсін деп осында алып келіп отыр. Оларға мыңда бір алғыс. Және менің күйеу балам Жандос, үлкен қыздың жолдасы, міне таң азаннан бері ет жасап, қойдың етін дайындап, осы бір несін шашау шығармай сіздерге даярлап отырды. Үлкен рахмет деп айтамын. Одан кейін мынау біздің тойларымыз, біздің барлық қызықтарымыз, біздің баламыз Нұркенмен Динасыз өтпейді. Нұркен баламның қасындағы жолдасы Дина қызымыз, ол осы отбасымыздың ол жақтында, бұл жақтында экономисті, барлық біздің той томалақтарымыздың организаторы, барлығын ұйымдастыратын да жүргізетін де. Сондықтан біз ешбір тойымызда, ешбір қуанышта қам жемейміз, себебі баламыз бар дейміз. Енді міне оның артында өсіп келе жатқан жаңа күлім баланың, үлкен ұлының баласы немереміз Нұрбақыт, міне артын жалғастырып келе жатыр Нұрбақыт баламыз. Міне осылармен біз мақтанамыз. Ең қуанышты сәттеріміз бүгін деп ойлаймын. Сондықтан әр уақытта есте жүрсін сіздерге, естелікте қалсын. Кейінгі міне Асхат пен Эльвира өзінің ұлдарына, өзінің қыздарына өнеге етеді, үлгі етеді, арттағыларға айта барады. Менің күйеу балам мысалы Жандос, барлығы осындай папалар мен мамалардың кездесу осылай өтіп еді деп. Сондықтан әрбір біздің артта келе жатқан ұрпақтардың кездесу осылай өтіп, қазақтың елі аман, жұрты тыныш, жері әйтеуір жаудан сақтап, Құдай ауру сырқаудан сақтап, амандықта, саулықта бастарымыз той томалақта кездесе берейік. Аман болайық. Сека бека кеңдер. Жақсыбай папамыздың алтындай қос ұлы, көзінің ағымен қарасы. Серік бека. Bir sabah ballarınızda bir sabah ұрып қойыңыздар. Шақырда үйленейіндер жаңа сіздер тойға шақырдық қой. Мына бала. Да бала өзі не қаны.
Ömür örgen. Енді көке, бір минут, апа, бір минут. Біз бағанадан бері күтіп отырмыз. Иә. Біз солай бір минут. Мен негізі барлықтарыңызды бірге түсіргім келіп береді. Жоқ, біз 12 өзімізге отырмыз. Болды. 12'den келді. 12. 11, 12 деген бар екенсіздер де. Дастарханға бата сұрайық, отырыңыздар. Содан кейін мынау кең табиғатқа шығып, таза басуды, әдемілеп, сырттағы табиғат аясындағы әдемі естелік суреттер болып жатса, аралап кішкене әңгімелесіп, егер алыс жолдан келіп жатқан кісілер болса, біз қашаннан жол береміз. Қазір бата берейік. Бата берейік, содан кейін барлығымыз түгел бірдей суретке түсейік. Амантай аға. Ау. Тамақ бар ғой, бірінші тамаққа. Аха. Бір ауыз кішкене бата беріп жіберейік. Әумин ағайын. Қазақстанның байлығы берсін, дені саулық берсін, тыңдатқан кісіге қабыл болсын. Жауапкершілік еткендеріміз пейіш болсын, жарақты болсын. Рахмет. Одан кейін енді бізде тағы да тамақ бар ғой. Бағана сырбаз берілді, әлі қуырдақ бар, манты бар, сырбаз бар, содан кейін не бар? Лағман бар. Лағман бар, нарын бар, содан кейін не бар? Шашлик бар. Содан кейін ең соңында кететін кезде андай хот-дог, андай чизбургер, жолда телефонда бәрі бар. Сонда көп рахмет. Енді той осымен біткен жоқ. Әрмен қарай өз жалғасын табады. Сіздер үшін 1 сағат, 2 сағаттық экскурсия, демалыс, өз тамақ дайын болған кезде хабарландырған беріледі. Ал, енді бір алып қойыңыздар жақсылап. Biz sizlerle konuşacağız.